Сәлем достар, бүгін біз сіздермен медовый торт дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа және 150 грамм шекер қажет. Осылай жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне 200 грамм балды құямыз. Балымызды араластырып болғаннан кейін үстіне 200 грамм сары майымызды салып, бұны да жақсылап араластырамыз. Ендігіде ұнын саламыз. Ұнын 500 грамм ұн салдым. Одан кейін ас қасықпен разрыхитель салып, ұнның үстіне жақсылап араластырасыздар. Керегінше ұнды салып, кішкене жұмсақтау қылып илейсіздер. Міне қамырым дайын. Осылай жұмсақ етіп илейміз. Одан кейін мен қамырымды 4 бөлікке бөліп, пергамент қағазына жайып, духовкамызге 250 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Міне менде корждарым дайын. Енді жандардан қалған бөліктерін осылай пакетке салып, салафан пакетке салып, осылай салып, үстінен жақсылап оқтаумен езесіздер. Сосын майда бөліктерін бір ыдысқа салып қойып, торттың бетіне себеміз. Міне дайын. Енді біздің корждарымыздың арасына жағатын начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм қаймақ және 200 грамм сгущенка қажет. Осы екеуін жақсылап араластырып, корждарымыздың арасына жағып шығамыз. Үй жағдайында осы медовый тортты жасап көріңіздер. Көп затты қажет етпейтін, оңай әрі дәмді медовый тортты жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта мен сіздермен оңай әрі жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.